Сәлем достар, сендермен бірге мен Сұлтан. Бүгін біз present continuous жағын өтетін боламыз. Present дегеніміз осы деген мағынаны білдіреді, continuous дегеніміз созылмалы, созылыңқы осы шақ. Дәл қазір орын алып жатқан іс-әрекеттер, айтылып тұрған уақыттағы орын алып жатқан іс-әрекеттер. Мысалы, I'm studying English. Бұл кісі айтып отқан кезде дәл қазір ағылшын тілін оқып жатыр, алдында кітап жатыр. I'm studying English. Мен ағылшын тілін оқып жатырмын. He is wearing jeans. Ол дәл қазір джинсы киіп тұр. Екінші жолы, уақытша болып жатқан іс-әрекеттер. Her daughter is studying English at Cambridge University. Оның қызы ағылшын тілін Кембридж университетінде оқып жатыр. Бәлкім бұл қыз дәл қазір ағылшын тілін оқып жатпаған шығар, бірақ та жалпы айтқанда ағылшын тілін оқып жатыр. Дәл осы Кембридж университетінде өмір бақи оқымайды ғой. Сондықтан біз уақытша болып жатқан іс-әрекеттер, университетте оқиды, мысалы уақытша бір мемлекетте тұрып жатса, бір қалада тұрып жатса, уақытша жұмыс істеп жатса, сол кезде біз present continuous жағын қолданамыз. Келесі жоспарланған болашаққа қатысты іс-әрекеттер. Мысалы, мен бүгін теннис ойнаймын деп жоспарлап қойдым түскі уақытқа. Соны мен былай айтамын. I'm playing tennis this afternoon. Бүгін мен түсте теннис ойнаймын. Бұның жасалу жолы қалай екен? Subject-қа, яғни субъектқа немесе жіктеу есімдіктеріне to be етістігін жалғаймыз да етістікке Достар, present continuous жағында сөздіктен кез келген етістікті аламыз да бірінші формасында оған ing-ді жалғап сөйлем құрай береміз. ing-ді қосып сөйлемді құрастырамыз. I-ға am етістік ing, етістік бірінші формасында. Оны қысқартып біз am десек болады. I am демей I'm. You, we, they жіктеу есімдіктеріне are етістік ing. Оны қысқартып your, we're, their деп қысқартсақ болады. Жазған кезде де, айтқан кезде де. He, she, itқа is қолданамыз, етістік ing. His деп қысқартамыз. She's, it's. Сұрау сөйлем жасаған кезде to be етістігі алдына шығып кетеді де, қалғаны өз орнында қалады. Am I етістік ing. Бұған жауап берген кезде yes немесе no және жіктеу есімдігі, одан кейін to be етістігі. Yes, I am немесе no, I'm not. No, I'm not. Are you етістік ing. Ол кезде жауап бергенде дәл солай yes немесе no. They aren't, we aren't немесе yes, we are десек те болады. Дәл осылай осыған қоя бересіздер. Yes, no жіктеу есімдігі to be етістігі. Егерде no болса, болымсыз түрі болады. Is, he, she, it етістік ing. Болымсыз сөйлемді құрастырған кезде not деген жалғаймыз. Сол кезде I am not етістік ing. You, we, they да дәл солай not жалғаймыз. You, we, they да are not деген aren't деп қысқартсақ болады. You aren't working. You aren't playing, мысалы. We aren't speaking. He, she да is not етістік ing. Оны isn't деп қысқартсақ болады. She isn't studying. It isn't working. ing-ді қалай жалғайды екенбіз? Көбінесе етістіктерге ing-ді жай ғана жалғай саламыз. Мысалы, wear, кию, wearing. ing-ді қоса салдық, көрдіңіздер ме? Go, going, cook, cooking, hold, holding. Егерде етістік и әріпіне аяқталатын болса, ол түсіп қалады. Write, иге аяқталып тұр. Writing. И түсіп қалды, көрдіңіздер ме? Smile, smiling. Take, taking. Егерде етістік бір буыннан тұрып, бір дауыстысы болса, және дауыссызға аяқталса, онда ing қосқан кезде дауыссыз әрпі екеу болады. Мысалы, sit, sitting, отыру, get, getting, run, running. Мысалдар қарастыра кетейік. She is driving to work. Ол дәл қазір жұмысқа айдап бара жатыр көлігімен. Is she driving to work? Ол жұмысқа айдап бара жатыр ма? Кетіп бара жатыр ма? Yes, she is деп жауап берсек болады. No, she isn't деп жауап берсек болады. I'm reading a really good book at the moment. Дәл қазір мен өте жақсы кітап оқып жатырмын. Бұл кезде дәл қазір деген дәл қазір емес,
Мен кітапты оқып бастадым кеше. Мен бірақ дәл қазір оқып жатқан жоқпын, өйткені мен басқа адаммен әңгімелесіп отырмын, оған айтып жатырмын өзім кітап оқып жатырмын деп. Яғни бұл present continuous'тың уақытша іс-әрекетте қолданатын кезі. We are spending next winter in Australia. Біз келесі қыс мезгілді Австралияда өткіземіз. Бұл жоспарланған мезгіл. Ол кезде де present continuous шағын қолдансақ болады. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға жазыңыздар. Instagram, YouTube желілеріне жазыла кетіңіздер. Сау болыңыздар.